Баршаңызға сәлем. Бүгін біз Долорес Клейборн фильміне шолу жасаймыз. Бастамас бұрын арнаға тіркеліп, жаңа бейнелерді жіберіп алмас үшін қоңыраушанды басуды ұмытпаңыз. Ол өзінің туған қызына жасаған айуандығы үшін жауап береді. Литл Долл аралы Мэн штатында Вера Донованың хан сарайындай зәулім үйінде шу естіледі. Үй иесі өзінің жұмысшысы Долорестен көмек сұрап жатады. Екеуінің арасындағы арпалыс барысында Вера бірінші қабатқа құлап түседі. Долорес оның артынан келіп, әлі де тірі үй иесін оқтаумен ұрып өлтірмекші болады. Дегенмен үй ішіне келген пошташы оның ісін аяқтауына мүмкіндік бермейді. Долорестің қолынан оқтауды алып, үй иесін тексереді. Өкінішке орай кеш еді. Селена Нью-Йоркте жұмыс істейтін талантты, өте амбициялы журналист, жазушы. Оның жұмыс орнына газет қиындысы салынған хат келеді. Хатта анасы Долоресті Вераның өліміне күдікті ретінде көрсеткен еді. Селена бастығынан сұранып, өзінің 15 жыл келмеген туған жеріне оралады. Ең бірінші болып детектив Маккейге келеді. Ол Вераның қайтыс болу ісін зерттеп жатқан болатын. Екеуі бұрыннан таныс еді. Себебі Долорес бұрында кісі өліміне күдікті болған. Долорестің күйеуі Джо қайтыс болған кезде Долорес күдікті болып танылады. Бірақ детектив Маккей оның кінәсін дәлелдей алмайды. Осы жолы өзінің екінші мүмкіндігінен айырылатын ойы да жоқ еді. Долоресті қаладан кетпеу жайлы сенімхат арқылы үйіне босатады, ал жауап беруді дүйсенбі күнге қалдырады. Осының бәріне қарамастан Долорес қызы Селенаның келгеніне өте қуанышты еді. Екеуі Долорестің бірнеше жылға жауып тастап кеткен үйіне келеді. Вера бірнеше рет инсульт алғаны себепті Долорес келіншекке қарау үшін оның үйіне толықтай көшіп барған болатын. Үйдің жағдайы өте нашар еді. Сыртының бәрінде балағат сөздер жазылған. Ауылдастары Долоресті кісі өлтіруші деп жақтырмайтын. Долорес өзінің кінәсіз екенін қызына айтады. Ал Селенаға бәрібір еді. Селена қалаға маңызды қоңырау жасау үшін кетеді. Жалғыз қалған Долорес қызының заттарын орналастырып жатып, сөмкесінен көптеген антидепрессанттар тауып алады. Кешкі ас үстінде Долорес қызына оны мақтан тұтатынын және оның әрбір шығарған мақаласын жинап жүргенін, тіпті Вераға да көрсеткенін айтады. Қызының өзіне тағы да виски құйып жатқанын байқап, оның жеткілікті ішімдік ішкенін ескертеді. Дегенмен Селена анасына өз шамасын білетінін айтып жекиді. Долорес оның марқұм әкесінің де осы сөзді жиі айтқанын еске алады. Селена ашуланып анасымен бірнеше жылдар бойлы сөйлеспегенін және бұл кешкі асты отбасылық кеш ретінде көрудің қажеті жоқ екенін айтады. Долорестің есіне Джоның анонимді алқаштар кешінен көңіл күйі болмай оралғаны есіне түседі. Келіншек ақшаның жетіспеуі жайлы әңгіме қозғағанда Джо қатты ашуланады. Күйеуінің шалбарының жыртылғанын көріп, оны ойнап мазақ қылады. Джо кенеттен оның артынан келіп, белінен үлкен ағашпен ұрып қалады. Артынан ештеңе болмағандай теледидар көруге отырып, жасырын өзіне виски құйып отырады. 13 жасар Селена төменге түскенде Долорес барынша ештеңе білдірмеуге тырысады. Бірақ қызы шығып кеткен бойда күйеуінің басына бір бақыра сүтті жарып, балтаны оның қолына беріп, «Мені өлтіргің келсе, дәл қазір өлтір. Келесі қол көтергеніңде тек біреуіміз ғана тірі қаламыз» дейді. Долорес қолынан келгенше қызына жақсы ана болуға тырысады. Сол себепті қызының оқуын төлеп, осы қаладан кетуі үшін Вераға үй көмекшісі болып жұмысқа орналасқан болатын. Вера өте талапшыл адам еді. Оның әлі қалмағанынша жұмысқа салатын. Тазалыққа басы кеткен Вера күміс қасықтарды күнде жуғызып, туалеттерді содамен күнделікті тазалатып, барлық төсек жаймаларын қолмен жуғызатын. Артынан осы жаймаларды аязда қолының тілінгеніне қарамастан жайғызатын. Солай 22 жыл уақытта өтеді. Вераның күйеуі жылына бір рет келіп келіншегіне тіпті көңілде аудармайтын. Не керек, бір күні ол көлік апатына ұшырап, ертеңіне Вера өте жақсы көңіл күйде үйге оралған болатын. Таңертең Долореске детектив келіп, экспертизаға оның шаш үлгісін алғысы келетінін айтады. Сондай-ақ онымен жұмыс істеген бір келіншек Долорестің Вераға өлім тілеген кездерін естігенін айтқан еді. Долорес ауызбен айтқанымен қолмен істемегенін айтады. Келіншек іштей детектив Маккейді жақтырмайды.
Кезінде Джо қайтыс болғанда, Селенаны сұрақ астына алып, Долорестің жұмыс істеуге тыйым салғанына қарамастан, не үшін қыздың сол күні қонақ үйге жұмыс істеуге барғанын сұрап, келіншек әдейі қызын жұмысқа жібергенін, күйеуінің өлімінің куәгері болғанын қаламағанын айтқан еді. Джо қайтыс болған күні аралға көптеген туристер күннің тұтылуын көруге келгені себепті, қонақ үйге жұмысы жетіспей, барлығына 2 есе айлық төлеп жатқаны себепті Селена жұмысқа шыққан болатын. Қалаға келген Селена детектив Маккейді кездестіреді. Детектив Селена екеуінің бір-біріне ұқсас екенін, екеуінің де жалғыз әрі жұмысбасты екенін айтады. Оның отбасы жұмысы еді. 30 жыл жұмыс істеп 86 істің 85-ін жапқан болатын. Тек оның әкесінің өліміне кімнің кінәлі екенін таба алмағаны болмаса. Бірақ осы жолы Долорестен айырылатын ойы да жоқ еді. Селена өзіне факсты жіберген детектив екенін түсінеді. Таңертең Долорес пен Селена Вераның үйіне газет қиындылары жапсырмалған альбомды алуға келеді. Маккей Долоресті түрмеге отырғызатынын қайталап айтады. Себебі мотив табылған еді. Үй иесі Вера $1,600,000 ақшамен үйді Долорестің атына 8 жыл бұрын жазып қойған болатын. Бірақ Долорестің бұдан хабары да жоқ еді. Келіншек таң қалып кете береді. Селена анасын қуып жетіп, оған адвокаттың тез арада керек екенін айтады. Сондай-ақ анасынан барлығының қалай болғанын айтып беруін сұрайды. Сол күні таңда Долорес әдеттегідей Вераға көтеріледі. Ол соңғы уақыттары жиі ұрыс шығарып, адам көнгісіз мінез көрсетіп жүрген еді. Долорес келіншекті арбасына отырғызып, төменге шай дайындауға ас бөлмеге келеді. Жоғарыдан бір түрлі дауыс естіген келіншек бірден көтеріледі. Вера өз-өзін өлтіру мақсатында арбасын табалдырыққа қарай итеріп келе жатады. Долорес барынша оны ұстауға тырысады. Дегенмен келіншек оның қолын тістеп алып, арпалыс барысында жерге құлап кетеді. Табалдырықтан құласа да Вера әлі тірі еді. Ол Долорестен көмек шақырма. Мен осылай өмір сүруден шаршадым. Кәріліктің иісінен шаршадым. Мені өлтірші дейді. Долорес асханадан оқтауды алып келеді. Бірақ оны ұруға дәті бармайды. Дәл осы сәтте пошташы ішке кіріп келген болатын. Сөзін аяқтап болып Долорес қызынан сен маған сенесің бе деп сұрайды. Қызы оның маңызды емес екенін айтып, таңертең ең мықты деген адвокаттар тізімін дайындап алып келеді. Долорес қызына екеуінің сөйлесуі керек екенін, оған айтуы керек маңызды әңгімесінің бар екенін айтады. Долорес бір күні қызынан өзгерісті байқай бастайды. Сабақ үлгерімі нашарлап, өз-өзіне тіпті қараудан қалады. Бірақ Джо бәрінің де жақсы екенін айтып араласқысы келмейді. Бір күні Долорес қызын жұмыстан кейін күтіп алып, паромға алып келеді. Қызының бір түрлі болып жүргенін айтып, оны нашаға әуестеніп кетті ма деп уайымдап жүргенін айтады. Дегенмен Селена үн қатпайды. Долорес қызының мойнынан Джоның алқасын көреді. Бұл Джо үшін өте ерекше маңызы бар алқа еді. Дәл осы сәттен бастап бір нәрсенің дұрыс емес екенінен күдіктене бастайды. Ол бірінші қызын алып басқа жерге кеткісі келеді. Алайда қызының депозиті жабылып, ішіндегі барлық ақша шешіп алынған болып шығады. Депозит балаға ашылғаны себепті кез келген ата-ана ақшаны алып шотты жаба алатын еді. Селена анасына сенбей, оны тыңдағысы келмейді. Таңертең ол Нью-Йоркке қайтқысы келетінін айтады. Бұны кеше түсінген келіншек оның заттарын жинап қойған болатын. Көлік ішінде Селена анасының салып жіберген кассетасын көреді. Ол оны қосып кешегі аяқталмаған әңгіменің жалғасын тыңдайды. Банктен шыққан келіншек жұмысқа Вераның үйіне келеді. Барлығы күннің тұтылуына дайындалып жатқан еді. Долорестің ебіл-дебілі шығып отырғанын көріп, Вера осындай темірдей салқын келіншекке не болғанын түсіне алмайды. Долоресті тыңдаған келіншек кейде апаттан күйеулердің қайтыс болып келіншегіне барлық ақшасын тастап кететінін, немесе жолда келе жатып кенеттен көліктерінің тормозы тоқтамай қалатынын айтады. Осы күні Селена қонақ үйге жұмыс істеуге кетіп бара жатқанын айтады. Долорес қызының өзі секілді әркімнің артын тазалағанын қаламаған еді. Қызының ізінен қуып жетуге тырысып жүгіріп келе жатып, аяғы бір шұқырға түсіп кетіп құлайды. Бұл беті жабылған көне құдық екен. Дәл осы кеште Долорес келіншекке демалыс береді. Джо үйге қайта оралады. Келіншек күйеуіне бір бөтелке виски беріп, оны мас қылады. Мас еркекке барлығын білетінін, оның ақшаның бәрін ұрлап шешіп алғанын, сондай-ақ өзінің қызына тиісіп жүргенін де білетінін айтады.
Ашуланған еркек оны бір итеріп Долорес жерге құлайды. Артынан тұра сала құдыққа қарай жүгіреді. Джо оның артынан қуады. Келіншек керек жерге келгенде аттап кетеді. Ал мас Джо болса құдықтың ішіне құлайды. Дегенмен ағаштан ұстап қалып келіншектен көмек сұрайды. Долорес ештеңе істемей ағаштың сынғанынша қарап тұрады. Күн де тұтылады. Джо құдыққа құлайды. Паромға келген Селенаның есіне әкесінің расымен де жаман нәрселер жасауға итермелеп қинағаны түседі. Ол анасының алдамағанын түсінеді. Долорес сотта жауап беріп отырады. Ал Маккей болса келіншектің мотиві жайлы айтады. Осы кезде Селена ішке кіріп келіп, өсиеттің Долорестің атына жазылғаны ештеңені де дәлелдей алмайтынын, себебі өсиет хат 8 жыл бұрын жазылғанын айтады. Долорестің Вераны өлтіруге бірнеше жыл қатарынан мүмкіндігі болады. Дегенмен ол келіншектің астын ауыстырып, жағдайын жасап, жақсы арақатынаста болады. Детектив Маккейдің қолында ешқандай да дәлел жоқ еді. Жай ғана Долореске деген өшпенділігі еді. Селена өзі жалдаған кез келген адвокаттың оны дәлелдей алатынын айтады. Солай сот Долоресті кінәсіз деп таниды. Паромға келген Селена анасының өзі үшін қолынан келгеннің бәрін жасағанын білетінін айтып құшақтайды. Долорес қайтадан оны жоғалтып алмайтынына үміттенетінін айтады. Солай екеуі бір-бірімен жылы қоштасады. Осымен біздің кино шолуымыз соңына жетті. Өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыз.